Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін дәмді кекстер жасайтын боламыз. Ең алдымен 4 жұмыртқаны миксерлеп алатын боламыз. Содан кейін қантымызды кішкенеден салып, төменнен жоғары қарай миксерлеп алатын боламыз. Ақ пена болғанша дейін жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін жылы сүтімізді және ерітілген сары майды қосып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Содан кейін ұнымызға разрыхлите салып, осылай тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Содан кейін видеода көрсетілгендей масса пайда болады. Начинка ретінде мен изюм қостым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар немесе салмасаңыздар болады. Содан кейін массамызды осындай формочкаларға салып, 180-200 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Соңында осындай өте дәмді кекстер дайын болды. Барлықтарыңа жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.